Бабадан қалып жеткен көрегендік, еркіндік жастығында өлең өрдік. Арқалап аманатын келіп жеткен 29 жыл, құтты болсын егемендік. Тарих толқынында толқып отырып, телегей теңіздей тасып жеткен мәртебесі биік тәуелсіздікке 29 жыл толды. Мереке құтты болсын. Бабалардың арманы, аналардың тілегі, болған бақыт, тәуелсіздік 20 ғасырлардың аяқталған тұсында біздің маңдайымызға дарып, алақанымызда қонды азаттық деген осындау қасиетті ұғымды жақындату үшін талай ерлердің жаны қиылды. Біздің туымыз тәуелсіздік, тілегіміз бейбітшілік пен тыныштық. Күш қолданумен жанжал атаулыны болдырмауға бар ерік жігерімізді аямаймыз. Осы мақсат жолында Қазақстандағы барлық ұлттар өкілдерінің бір кісінің баласындай, бір қолдың саласындай күш біріктіруіне мүдделіміз. Тәуелсіздік бізге оңай келмеді, жұртым менің не қиындық көрмеді. Жылап тұрып аналарым бұл жолда сан перзентін қара жерге жерледі. Бақтың құсы әр адамға қонып бар, о Тәңірім бізді баққа жолықтыр. Бүгін міне тәуелсіздік ағайын әр қазақтың жүрек боп соғып тұр. Қазақпын, еңселі елмін егеменді, кеңейттім кең әлемге керегемді. Мұхиттың ар жағында жатқан жұрттар таныды тепе-теңдеп тереземді. Қазақпын, қойнауы құт, жері дархан, әнімді бес құрлықтың бәрінде айтам. Қазақ дейтін бастау үшін бар күшті, елі үшін жорық жасап жан кешті. Өгембай да, Қабанбай да, Абылай тәуелсіздік жолын іздеп жан кешті. Қазақтың ұлдары мен қыздарда тұрмадың сен де қарап, жайқалмадың. Қатерге шықтың қарсы, тайса алмадың. Қаймығып қорықпадың. 37 есік бұзар кез кірді. Халық жауы естімеді көзге үнді. Бірінен соң бірі атылған боздақтар тәуелсіздік күндің саумен көз жұмды. Өзіңнен кетті бірге көп арманың, таныды әлем бірақ саған қарап, қазақтың еркіндікке жаралғаны. Бастады орыс, тұрды қатар, сапқа батыр бауырлары, ер грузин, кекшіл татар, қайсар қазақ ауылдағы. Даңқты елдің батырлары, қағысқанның құртпақ бәрін. Біз жеңеміз, біз жоямыз, өңшең сұмның ұрпақтарын. Нашақор деп, ұлтшыл деп, қазаққа күй жаққан күн. Базары кетіп бір түнде қайға қалық батқан күн. Озбырлық күштен тұншығып, үміттің оты сөнген күн. Жанына таппай бір шындық, ер қайрат қышын кеткен күн. Бауырым, сен бұл күнді көре алмадың, өзіңмен кетті бірге көп арманың. Таныды әлем бірақ саған қарап, қазақтың еркіндікке жаралғаны. 1986 жыл 16 желтоқсанда Мәскеудің тағайындауымен Қазақстан Компартиясы орталық комитетінің бас хатшылығына осыған дейін қазақ даласына аяқ басып көрмеген Геннадий Колбиннің сайлануы шовинизмнің қазақ халқын кезекті табанға таптау еді. Бірақ қазақ енді шыдамады. Қазақстанның басшылығына бұрын соңды қазақ жеріне аяқ басып көрмеген, жергілікті ұлттың тыныс тіршілігінен мүлдем бейхабар өзге ұлт өкілі сайланғаны қалай? Өз елін басқаруға жергілікті ұлт баласынан бірде-бір адамның лайық табылмағаны ма? Не үшін? Көкейді тілгілеген осы сұрақтармен 1986 жылдың 17 желтоқсанында Алматының бас алаңына қарай ағылған қазақ жастарының ойында үкіметке қарсы көтеріліс жасау атымен болған жоқ.
әр республиканы өз көсемі басқарсын, ешбір ұлтқа артықшылық берілмесін деген ұрандар ғана көтерген олар, қарусыз, қамсыз күйде өктемшіл билікке наразылықтарын бейбіт түрде жария етті. Бірақ менмен билік қол астындағы бұратана ұлттың өзіне қарсы пікір айтып, бас көтере қалғанына жыландай жиырылды. Алматыға республиканың басқа қалаларынан арнайы бөлімдер және Ташкент, Фрунзе, Челябин, Новосібір, Свердловск, Тбилиси, Уфа қалаларынан әскери күштер жеткізілді. Ұлт намысын жоқтап, көкейдегісін билікке ашық айтқан үшін ғана темір таяқтарға жығылып, сапер күректерінен өлімші жараланған, шаштан сүйреліп, іштен тепкіленген, қақаған аязда тастай суық сумен атқыланып, өрт сөндіргіш көліктердің табан жолында тапталған, улы газға тұншықтырылып, итке таланған, аяусыздықпен арыз орланған қазақ қыздары мен намысы қорланған қазақ жігіттері оқиғадан соң жаппай қудалануға түсті. Бүкіл одақтық орталық теледидар 18-19 желтоқсанда қазақ жастарын ұлтшыл, бұзақы, маскүнем, нашақор деп айыптап, газет басылымдары да осын айтып, өдере шулап жатты. Желтоқсан қозғалысына орай жалпы 8500-дей адам ұсталып, 99-ы түрлі мерзімге сотталды. 100-деген адам әкімшілік тәртіпте жазаланды. 300-ден аса жас жоғарғы оқу орындарынан, 319 адам жұмыстан, 52 адам партия, 758 адам бүкіл одақтық Ленин комсомолы жастары қатарынан шығарылды. Төлқұжаттарына бүлікші таңбасы басылған олар енді бұлай қара жұмыстан басқаға алынбайтын болып, ата-анасы, туған туысымен қоса қуғын сүргінге тап болды. Оқиға құрбандары жайлы ақпараттар жым-жылас жойылып, қайрат сынды қайран жас жаланың жолында мерт болды. Шерушілерді кінәлау мен жазалауда белсенділік танытқандар билік тарапынан жасырын марапат алып жатты. Кеңестер үкіметіне қарсы бұрын соңды құлақ естіп көз көрмеген үлкен көлемдегі бұл демократиялық көтерілістің шындығынан, республиканың нағыз саяси ахуалынан жалпақ әлем бейхабар жатты. Елімізде ол оқиға жайлы айтуға, жазуға тыйым салынды. Қазақстандағы сол қаралы 3 күнге тікелей күнәһар билік басындағылар оқиғаға орай тек жалған мағлұматтар берді. Геннадий Васильевич, были ли жертвы? Не было. Кроме того, что опубликовано, никаких жертв не было. Онысы үшін ешкімнен ықпады, ұялмады. 1985 жылы Кеңестер одағы Компартиясы орталық комитетінің бас хатшылығына сайланған Михаил Горбачев Кеңестер одағында ең жоғарғы орган съезд деген реформа қабылдады. Кез келген мәселені талқылауға толық құқысы бар съезд одақ бойынша 1 жылда 2 рет өтетін болып, съездің негізгі жұмыстарымен съезде сайланған жоғарғы кеңес мүшелері айналысатын болды. Съезге халық депутаттарын сайлау ісі 1989 жылдың наурызында өтті. КСРО халық депутаттарының бірінші съезі 1989 жылдың мамыр айында басталып, дүние жүзіне тікелей арнамен тарап жатты. 1988 жыл ақпанда Таулы Қарабаққа таласқан Әзірбайжан мен Армян халқы арасындағы қақтығыс, осы жылы бұрқ еткен Вильнюс көтерілісі, 1989 жылғы апрельде кеңестік биліктің саясатына наразылығын жасырмаған грузин халқының Тбилиси көтерілісі, кеңестік билікке атамекенге оралу талабымен бас көтерген Қырым татарларының қозғалысы орын алды.
Осы ұлтаралық шиеленістер кезек-кезек талқыға түскен съезден қазақ халқы күн сайын Алматыдағы желтоқсан оқиғасы жайлы ақиқатты күтті. Қазақстан делегациясы. Съезге көп ұлтты республика халқы өзінің ұлт арманын сеніп тапсырған 99 халық депутаты қатысуда. Бірақ Қазақстаннан барған 99 депутаттың ішінде съезд басталғалы екі қайтара сөзге шыққандары болса да, желтоқсан оқиғасын ауызға алған бірі жоқ. Сірә Қазақстанда желтоқсан қасіреті болмағандай. Махаббат қайрат екеулеп шымырлатқан денені, көк тудың желбірегені жаныма қуат береді. Таласқа түссе жан мен ту, жан емес маған керегі, көк тудың желбірегені. Елдіктің асқақ өлеңі, жан жаққа тартпай қазағым, бір сөзге жинал дегені, көк тудың желбірегені жаныма қуат береді. Таласқа түссе жан мен ту, жан емес маған керегі, көк тудың желбірегені. Қиырда қалған қазақтың көзінің мөлдірегені, көк тудың желбірегені жаныма қуат береді. Таласқа түссе жан мен ту, жан емес маған керегі, көк тудың желбірегені. Жан мен ту, жан емес маған керегі, көк тудың желбірегені.
Құтты болсын тәуелсіздік мерекесі, мықты болсын елімнің керегесі, тату тәтті боп халқымыз әр қашан, кетпесін туған жердің берекесі. Туымағанда нетерем, бұл жалғаннан бақыт таппай өтерем. Желдей жүрік жылқы мінбей жалғанда, аламанда ат оздырмай кетерем. Қазақ болып туымағанда нетерем, өкініштен өртенерем өтемен. Қасиетті домбыраны қолға алмай, қоңырынды әуелетпен кетерем. Мен қазақпын бойымдағы қан қазақ, мен қазақпын мен шырқайтын ән қазақ. Бір қазақтың бақыты мен бағына, бар жаны мен қуаныс екен бар қазақ. Мен қазақпын түрім қазақ, тіл қазақ, мен қазақпын мен айтатын жыр қазақ. Сүйеу болсын, тіреу болсын мың қазақ, сүрінгенде бүлінгенде бір қазақ. Қазақ болып туымағанда нетерем, қалай басқа байрақтарды көтерем. Жеті бірдей қазынамнан айрылып, жеті атамды жаттай алмай кетерем. Қазақ болып туымағанда нетерем, қонақ жайлық жайын білмей кетерем. Қымыз шұбат қазы қарта құртмайсыз, қадыр қашып қарным ашы көтерем. Қазақпын бойымдағы қан қазақ, мен қазақпын мен шырқайтын ән қазақ. Бір қазақтың бақыты мен бағына, бар жаны мен қуаныс екен бар қазақ. Мен қазақпын түрім қазақ, тіл қазақ, мен қазақпын мен айтатын жыр қазақ. Сүйеу болсын, тіреу болсын мың қазақ, сүрінгенде бүлінгенде бір қазақ, бір қазақ. Сүйеу болсын, тіреу болсын мың қазақ, сүрінгенде бүлінгенде бір қазақ. Бойымдағы қан қазақ, мен қазақпын мен шырқайтын ән қазақ. Бір қазақтың бақыты мен бағына, бар жаны мен қуаныс екен бар қазақ. Мен қазақпын түрім қазақ, тіл қазақ, мен қазақпын мен айтатын жыр қазақ. Сүйеу болсын, тіреу болсын мың қазақ, сүрінгенде бүлінгенде бір қазақ. Мен қазақпын бойымдағы қан қазақ, мен қазақпын мен шырқайтын ән қазақ. Бір қазақтың бақыты мен бағына, бар жаны мен қуаныс екен бар қазақ. Мен қазақпын түрім қазақ, тіл қазақ, мен қазақпын мен айтатын жыр қазақ. Сүйеу болсын, тіреу болсын мың қазақ, сүрінгенде бүлінгенде бір қазақ, бір қазақ. Сүйеу болсын, тіреу болсын мың қазақ, сүрінгенде бүлінгенде бір қазақ.